Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сіздермен бірге яблочный пирог дайындаймыз. Бізге қажетті заттардың барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазылады. Қамырын дайындау үшін бізге қажетті заттар: май, қопсытқыш, ұн, қант және бір жұмыртқа. Бір ыдысқа қантымызды салып, үстінен майды қосасыздар. Ұнымызды қопсытқышты салып, жақсылап песочный тесто болғанға дейін араластырамыз. Қамырымыз жақсылап араласқаннан кейін үстіне бір жұмыртқаны қосып, тағы да илейсіздер. Егер де қолдарыңызға жабысып тұратын болса, шамалы ғана ұн қосып жіберіп, тағы да илейсіздер. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығуы керек. Келесіде 2 алманы ортасынан бөліп, қабығын ашып, ортасындағы қатты дәндерін алып тастайсыздар. Мінекей алмаларымызды тазалап алдық. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай алманы бірнеше бөлікке бөліп турап шығасыздар. Жіңішке қылып турайсыздар. Үлкен бір ыдысқа қаймағымызды, оның үстінен 2 жұмыртқамызды саламыз. Қант қосасыздар да венчикпен жақсылап араластырып аласыздар. Формамызды дайындап аламыз. Кез келген өздеріңізде бар формаға пісіре берсеңіздер болады. Менде форманың диаметрі 24. Видеодағыдай осылай қамырды қолдарыңызбен жан жағына көтеріп, түбінен біркелкі болғанға дейін басып дайындап аласыздар. Қамырымыздың үстіне қасықпен бағанағы дайындап алған қаймақтан жасалған массаны шамалы қосып аласыздар. Үстінен алмаларды айналдырып, әдемі етіп жайып шығасыздар. Тағы да қаймақ қосылған массаны құямыз үстінен. Оның үстінен екінші қатар алманы тағы да дөңгелетіп, әдемі қылып қойып шығасыздар. Екінші қатар алмамызды қойғаннан кейін үстінен қалған қаймақты құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аласыздар. Пирогымыз дайын болған кейін осылай қамырдың қызарып піскенінен білесіздер. Мінекей дайын болған пирогты шамалы суытасыздар. Суығаннан кейін формадан шешіп алсаңыздар болады. Өте нәзік әрі дәмді пирогтардың бірі. Менімен бірге дайындап отбасыларыңызды қуантыңыздар.